7 ғасырдың ортасында мұсылман әлемінде ерекше тұлға тарих сахнасына шықты. Юсуф ибн Аюб, яғни Салах ад-Дин. Ол алғашында Нур ад-Дин Занги билігінде қызмет етіп, адалдығымен, ақылымен және соғыс өнеріндегі шеберлігімен танылды. Кейін Мысырда уәзір болып, Нур ад-Дин қайтыс болғаннан соң Мысыр мен Сирияны бір тұтас мемлекетке біріктірді. Бұл тек саяси бірігу емес, ислам әлемінің рухани бірлігі еді. Оның арманы мұсылмандар үшін аса қасиетті Құдыс қаласын крестшілердің қолынан азат ету. Салах ад-Дин тек батыр қолбасшы ғана емес, әділетті және мейірімді билеуші болды. Ол соғыс кезінде де артық қан төгуден сақтанды, тіпті жауларына да құрметпен қарады. 1180 жылдардың ортасында крестшілер мемлекеттерінде ішкі алауыздық күшейді. Иерусалим корольдігінің шекарасындағы феодалдар мұсылмандармен жасалған бітімді бұзып, бейбітшілікке нұқсан келтірді. Солардың ішіндегі ең атышулысы Рено де Шатион. Ол мұсылман керуендеріне шабуыл жасап, Мекке мен Мәдинаға шабуыл ұйымдастыру ниетінде жасырмады. Бұл әрекеттер Салах ад-Динге соғыс ашуға толық негіз берді. Ол асығыс әрекет етпей, әскерін мұқият дайындады. Мұсылман армиясы тәртіпті, жақсы жабдықталған және саны жағынан да крестшілерден басым болды. 1187 жылдың шілдесінде шешуші шайқас уақыты келді. Хаттин жотасында екі жақ бетпе-бет шықты. Салах ад-Дин қарсыластарын судан алыстатып, шөл мен аптап ыстықта әлсіретті. Мұсылман әскері түтін мен от арқылы олардың тынысын тарылтты. Сусыздықпен шаршау крестшілердің күшін сарқып, шайқас нәтижесі мұсылмандардың толық жеңісімен аяқталды. Патша Ги де Лузиньян мен көптеген ақсүйектер тұтқынға түсті. Ал Рено де Шатион Салах ад-Диннің алдына келініп, қасиетті жерлерге жасаған қорлықтар үшін жазаланды. Хаттиндегі жеңіс Құдысқа жол ашты. Салах ад-Дин қысқа мерзімде Акр, Назарет, Кесария, Яффа сияқты маңызды қалаларды алды. Ақыры қыркүйекте Иерусалим қоршауға алынды. Қала қорғанысын Балиан Ибелинский басқарды, бірақ соғысқа жарайтын адамдар аз еді. Қабырғалар катапультпен атқыланып, бірнеше бағыттан шабуыл жасалды. Көп ұзамай қала халқының үміті үзілді. Балиан келіссөзге шығып, қала тұрғындарының өмірін сақтауды сұрады. Салах ад-Дин шарттарды қабылдады. Байлар белгілі бір төлем төлеп қаладан еркін кетуге мүмкіндік алды. Орта дәулеттілер аздау төледі, ал кедейлердің біразын ол тегін босатты. 1187 жылдың 2 қазанында Салах ад-Дин Құдысқа салтанатты түрде кірді. Әл-Ақса мешіті мен Құмтас күмбезі исламдық ғибадатқа қайта ашылды. Христиан шіркеулері мен қасиетті орындар қол сұғылмай сақталды, діндарлар қудаланбады. Бұл көрініс 1099 жылы крестшілер қаланы алғандағы қырғыннан мүлде өзгеше болды. Салах ад-Диннің Иерусалимді алуы мұсылман әлемінде үлкен қуаныш тудырды, ал Еуропада дүрбелең басталды. Бұл жеңіс кейінірек 3-ші крест жорығына себеп болды. Бірақ дәл сол сәтте Құдыс мұсылмандардың қолында еді, және ол ғасырлар бойы солай қалды. Салах ад-Диннің бұл жеңісі әскери шеберліктің, саяси көрегендіктің және адамгершіліктің үйлескен мысалы ретінде тарихта қалды. Жауын құрметтеу, бейбітшілікке ұмтылу, қасиетті жерлерді қорғау, оның атына мәңгілік даңға келген қасиеттер болды.